Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 2-ші сынып математика пәні 122-ші сабақ тік төртбұрыштың, шаршының, үшбұрыштың периметрін табу формулалары тақырыбы. Бірінші тапсырма. Суреттегі тік төртбұрыштың периметрін табу тәсілдерін түсіндір. Суретке қараймыз, бізге тік төртбұрыш берілген. Оның ұзындығы 3 см, ені 2 см. Сонда қарама-қарсы қабырғалары да тең болады. Мына қабырғасы 3 см, ал мына қабырғасы 2 см болады. Тік төртбұрыштың периметрін табудың тәсілдеріне қараймыз. Бірінші тәсілде барлық қабырғаларының ұзындығын қосқан. Сонда периметрі 10 см-ге тең. Ал екінші тәсілде 3 см екеу болғандықтан 3-ті 2-ге көбейткен. Қосу 2 см екеу болғандықтан оны да 2-ге көбейтіп қосқан. Сонда 10 см. Ал үшінші тәсілде ұзындығы мен енін 2 есе арттырған. Сонда 3-ке 2-ні қосқанда 5, 5-ке 2-ні көбейткенде 10 см болады. Тік төртбұрыштың периметрі P тең 10 см. Есептеудің қай тәсілі тиімдірек болды? Балалар, есептеудің үшінші тәсілі тиімдірек болды. Өйткені екі қабырғасын бір-біріне қосып, оны 2 есе арттырған тиімдірек болады. Екінші тапсырма. Тік төртбұрыш пен шаршының периметрлерін әртүрлі тәсілмен тап. Ең алдымен балалар, ережені естеріңде сақтаңдар. Тік төртбұрыштың периметрін табу формуласы P тең A қосу B көбейту 2. Мұндағы A тік төртбұрыштың қабырғаларының ұзындығы, B ені. Шаршының периметрін табу формуласы P тең A көбейту 4. Өйткені шаршының барлық қабырғалары тең болады. Мұндағы A шаршының қабырғасы. Ең алдымен тік төртбұрыштың периметрін табамыз. Бірінші тәсіл барлық қабырғаларының ұзындығын қосамыз. Сонда P тең A қосу B қосу A қосу B. Ал екінші тәсіл A мұнда екеу болғандықтан P тең A-ны 2-ге көбейтеміз. Қосу B 2 болғандықтан B-ны 2-ге көбейтеміз. Ал үшінші тәсіл A қосу B-ны жақша ішіне алып, оны 2 есе арттырамыз. Осы тәсіл ең тиімді тәсілі және формуласы болып табылады. Келесі шаршының периметрін табамыз. Бірінші тәсіл барлық қабырғаларының ұзындығын қосамыз. P тең A қосу A қосу A қосу A. 4 A-ны қостық. Ал екінші тәсіл P тең A-дан 4-еу болғандықтан A-ны 4-ке көбейтеміз. Бізге ең тиімді тәсілі осы және формуласы да осы болып табылады. Үшінші тапсырма. Кестені толтыр. Кестеде балалар тік төртбұрыштың ұзындығы және ені берілген. Ұзындығы мен енінің қосындысын және периметрін табу қажет. Бірінші A 4 см-ге тең. Оған қосамыз B 2 см-ге. Екеуін қосқанда 6 см болады. A қосу B тең 6 см. Енді периметрін табамыз. Периметрдің формуласы P тең A қосу B көбейту 2-ге тең. A мен B-ның қосындысын анықтадық. Ол 6 см-ге тең. 6 см көбейту 2 тең 12 см болады. Сонда периметрі 12 см. Келесі A 4 дециметрге тең. Жазамыз 4 дециметр қосу B 3 дециметрге тең.
4-ке 3-ті қосқанда 7 дециметр болады. Сонда А мен Б-ның қосындысы 7 дециметрге тең. Енді периметрін табамыз. Периметрін табу үшін П тең А қосу Б көбейту 2 болады. А мен Б-ның қосындысын анықтадық, ол 7 дециметрге тең. Енді оны 2-ге көбейтеміз. 7 көбейту 2 тең 14 дециметр болады. Демек, периметрі 14 дециметр. Төртінші тапсырма. А тең 6 сантиметр. А тең 7 дециметр. А тең 9 метр деп алып, шаршының периметрін тап. Балалар, бізге шаршының қабырғаларының ұзындықтары берілген, осы бойынша шаршының периметрін табамыз. Шаршының периметрін табу формуласын онда жазып қойдым. П тең А көбейту 4. Бізге А берілген. Демек, бірінші шаршының периметрін табамыз. Онда А тең 6 сантиметрге. Периметрін табу үшін А көбейту 4 деген формуланы пайдаланамыз. А 6 сантиметрге тең, көбейту 4. 6 көбейту 4 тең 24 сантиметр болады. Енді екінші шаршының периметрін табамыз. Мұнда А тең 7 дециметрге тең. Периметрін табамыз. Аның орнына 7 дециметр көбейту 4. 7 көбейту 4 тең 28 дециметр болады. Үшінші шаршының периметрін табамыз. Үшінші шаршының қабырғасы 9 метрге тең. Демек, А тең 9 метр. Периметрін табамыз. 9 метр көбейту 4. 9 көбейту 4 тең 36 метр болады. Бесінші тапсырма. Суреттегі үшбұрыштың периметрін табу жолын түсіндір. Суретке қараймыз. Бізге үшбұрыш берілген. Үшбұрыштың бір қабырғасының ұзындығы 2 сантиметр, екінші қабырғасының ұзындығы 3 сантиметр, үшінші қабырғасының ұзындығы 4 сантиметр. Периметрін табу үшін оларды жеке-жеке бір-біріне қосқан. Сонда 2 сантиметр қосу 3 сантиметр қосу 4 сантиметр. Үшеуін қосқанда 9 сантиметр болады. Үшбұрыштың периметрі П тең 9 сантиметр. Алтыншы тапсырма. Қабырғаларының ұзындығы А, Б және С-ға тең үшбұрыштың периметрін тап. Үшбұрыштың периметрін табу үшін барлық қабырғаларының ұзындығын қосамыз. Сонда П тең, бірінші қабырғасы А-ға тең, екінші қабырғасы Б-ға тең, үшінші қабырғасы С-ға тең. Осы үшеуінің қосындысы болады. Енді ережені есте сақтаймыз. Үшбұрыштың периметрін табу формуласы П тең А қосу Б қосу С. Мұндағы А, Б, С үшбұрыштың қабырғаларының ұзындығы. Демек, үшбұрыштың периметрін табу үшін барлық қабырғаларының ұзындығын қосады екенбіз. Жетінші тапсырма. Үшбұрыштың бір қабырғасының ұзындығы 5 сантиметр. Қалған екі қабырғасының әрқайсының ұзындығы одан 2 есе артық. Үшбұрыштың периметрін тап. Ең алдымен үшбұрыштың белгісіз қабырғаларын анықтаймыз. Б қабырғасын анықтау үшін Б тең А қабырғасын 2 есе арттырамыз. Сонда 5 сантиметр көбейту 2 тең 10 сантиметр болады. Енді С қабырғасын анықтаймыз. Оны анықтау үшін А қабырғасын 2 есе арттырамыз. С тең 5 сантиметр көбейту 2. 5-ті 2-ге көбейткенде 10 сантиметр болады. Енді үшбұрыштың барлық қабырғалары белгілі. Периметрін анықтаймыз.
Үшбұрыштың периметрінің формуласы P тең А қосу Б қосу С, яғни барлық қабырғаларының қосындысына тең. Мұндағы А 5 сантиметрге тең, қосу Б 10 сантиметрге тең, қосу С 10 сантиметрге тең. Барлығын қосқанда 25 сантиметр болады. Жауабы үшбұрыштың периметрі 25 сантиметрге тең. 8-ші тапсырма. Әсем ас үйдің, қонақ бөлменің және дәліздің ұзындықтарын өлшеді. Ас үйдің ұзындығы 3 метр. Дәліздің ұзындығы одан 2 есе артық. Ал қонақ бөлменің ұзындығы ас үй мен дәліздің ұзындықтарын қосқандағы ұзындыққа тең. Мына өрнектер нені білдіретінін түсіндір. Ең алдымен дәліздің ұзындығын анықтаймыз. Оны анықтау үшін ас үйдің ұзындығын 2 есе арттырамыз. Сонда 3 көбейту 2 болады. Тең 6 метрге тең. Енді қонақ бөлменің ұзындығын анықтаймыз. Қонақ бөлменің ұзындығы ас үй мен дәліздің ұзындығына тең. Ас үйдің ұзындығы 3 метр, оған қосамыз дәліздің ұзындығы. Дәліздің ұзындығы ас үйден 2 есе артық. Сонда оны 3 көбейту 2 деп жазуға болады. Сонда 3-ке 2-ні көбейткенде 6, 6-ға 3-ті қосқанда 9 метр болады. Мына өрнектер нені білдіретінін түсіндір. 3 көбейту 2 дегеніміз ол дәліздің ұзындығы. Ал 3 қосу 3 көбейту 2 дегеніміз ол қонақ бөлменің ұзындығын есептейтін өрнек. Жауабы дәліз 6 метр, қонақ бөлменің ұзындығы 9 метр. 9-шы тапсырма. А нұсқасы А тең 5 сантиметр, ал Б тең 4 сантиметр деп алып, тік төртбұрыштың периметрін тап. Ұзындығы 5 сантиметр, ені 4 сантиметр. Тік төртбұрыштың периметрін анықтаймыз. Оны анықтау үшін тік төртбұрыштың периметрінің формуласын жазып қоямын. П тең А қосу Б көбейту 2. Осы формула бойынша анықтаймыз. П тең А 5 сантиметрге тең, қосу Б 4 сантиметрге тең, көбейту 2. 5-ке 4-ті қосқанда 9 сантиметр. Оны 2-ге көбейтеміз. 9 көбейту 2 тең 18 сантиметр болады. Жауабы тік төртбұрыштың периметрі тең 18 сантиметрге. Ә нұсқасы А тең 8 дециметр деп алып, шаршының периметрін тап. Шаршының қабырғасы берілген, А тең 8 дециметр. Периметрін анықтаймыз. Шаршының периметрін табудың формуласын жазып қоямын. П тең А көбейту 4. Осы формула бойынша шығарамыз. П тең А 8 дециметрге тең. Оны 4-ке көбейтеміз. 8 көбейту 4, 32 дециметр болады. Жауабы шаршының периметрі тең 32 дециметрге. 10-шы тапсырма. Шаршы 4 бірдей шаршыларға бөлінген. Егер үлкен шаршының қабырғасы 6 сантиметр болса, кішкентай шаршының периметрі неге тең? Бізге үлкен бір шаршы берілген, ол шаршының қабырғалары 6 сантиметрге тең. Олар 4 бірдей шаршыларға бөлінген. 4 шаршыға бөлеміз.
Демек, үлкен шаршының қабырғалары 6 сантиметрге тең болса, кіші шаршының қабырғалары оның жартысына тең. Сонда 6 сантиметр бөлу 2 тең 3 сантиметр болады. Демек, мына кіші шаршылардың қабырғалары 3 сантиметрге тең. Кіші шаршылардың периметрін анықтау үшін периметрдің формуласы P тең А көбейту 4. Сонда P тең кіші шаршының қабырғасы, яғни А 3 сантиметрге тең. 3 сантиметр көбейту 4. 3 көбейту 4 тең 12 сантиметр болады. Жауабы кішкентай шаршының периметрі 12 сантиметрге тең. Балалар, осымен бүгінгі сабақ аяқталды. Сабақ түсінікті болса, міндетті түрде осы видеоға лайк басып, каналға тіркеліп алуды ұмытпаңдар. Келесі сабақтарда кездескенше.